Selam dostlar, bana hoş geldiniz. Bugün men Ahmet және мен анам. Selam dostlar. Dostlar, bugün bizde batıl Nazımмен бірге каналымен. Al ендеше bizді Мис Ахметті, яғни батылға шақырды. Al бірінші тапсырмасын бірге көріп алайық. Al кеттік. Сәлем достар. Мис Ахмет каналының подписчиктері, сіздерге жалынды сәлем. Біз Ахметті батылға шақырайын деп жатырмыз. Яғни Айсұлу Ахметті батылға шақырайын деп жатыр. Ахмет саған берілетін тапсырма 2000 теңгеге магазинге барып заттар алуың керек. Және де Айсұлу да 2000 теңгеге заттар алады. Кім көп зат алады, сол жеңіске жетеді. Ал ендеше Ахмет саған сәттілік. Dostlar, meni de қолдап кетіңіздер. Достар, Назыммен бірге каналының бізге берген тапсырмасы бізге ортақ, оларға да бізге де ортақ 2000 теңгеге кім көп зат алады дейді. Кез келген затты ала беру керек. Түсіне қарамаймыз, бұрын алдында біз розовый түс, фиолетовый түс деп алатын едік, Иә. Ал қазір 2000 теңгеге кім көп зат алады. Ал ендеше майда шүйде заттар алып жеңіп кету керек енді Ахмет. Сондықтан видеомызды бастаймыз. Біз алысқа бармаймыз, үйдің жанында тұрған магазинге барамыз, өйткені қазір қараңғы болып қалды. Не болса да енді батыл болғандықтан орындау керек тапсырманы. Ал ендеше видеомыз басталды, батылымыз. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Кеттік магазинге. Кеттік. Ал достар, біз Ахмет екеуміз шықтық магазинге. Барып енді не бұйырады екен 2000 теңгеге көрейік, енді не ала аламыз көрейік, енді бізбен бірге болыңыздар. Кеттік магазинге. Ал достар, біз магазинге келдік. Ахметтің осы 2000 теңгесіне не келеді қазір көреміз. Ал қара, сәлеметсіз. Ахмет қара енді. Енді ойнап тұрып отырмыз. Не аламыз бұл жерде енді? Печенье бар. 650 теңгеден арзан ештеңе жоқ қой. Печенье нелерден. Қазір ана кассаның алдында майда шүйде заттар бар. Содан алайық. Мына жақта не бар? Мына сок бар ғой еще. Мына сок алайық. Дада деген ше, дада. Мен алайын. Иә, соны айтамын. Бірінші зат. Иә, бірінші зат. Ол жақта жоқ, мына жақта қарайық. Мынаның ішінде мына жерлерден қара, мына жерден. Мына бонзи дегендерін алады, қарайық. Кішкентайларын ала бер. Черешка ала берейін, Иә. Мынағаншадан екен? Кішкентай берді. Иә, сол кішкентайларын ала бер, мынаны алайық. 2000 теңге біреу әкетіп қалып жүрмей, сондықтан алып алайық, сосын бересің ғой. Мынандай берді. Иә, сондай ал. 1, 2, 3 зат болды ма? Иә, 4. Қазір біз алып алайық. Біз есептей берікші, асып кетпей ме екен, да? 2000 болу керек қой. 2000 болу керек қой, сондай не ғой, челлендж ғой. Мына жерде арзан пардан не бар? Мынау арзан ғой, 40 теңге. Тағы не бар? 660 болды. Мынан бәрі 660 болды ма? Ойбай, тағы ала берейік онда. Бізде арзан ғой бәрі. Мына бар екен ғой шу. Иә. Әр түрлісінен алайық онда. Альбини. Аяқтан алайық. Мынандайлардан алайық та, ашытынадан алайық. Да, стоп тұрам ашамыз. Қандай алайын? Қандай түс ұнайды, сондай алайық. Мұны ғой мұны. Сосын мынау не? Ол тілі көк олжатын не ғой? Ала берейік енді. 10 теңге, 20 теңге. Мынандай бар екен, мынандай алайық. Машин. Мынаны қанша деп қойған? 10 теңге екен. Майда шүйде алып жатсың? Сондай ойын ғой.
Көп зат болу керек қой. Көп зат болып алып, бар екен ғой, мына алыптық қой. Aldı o. Бірдей болуға болмайды. Bastan ben biraz etsin. Бір есептейсің. Адамдар өткізе берміз де әлі тұратын сияқтымыз ғой. Hacı dedi. Тұрсын Ахмет, мына жерден алайық бірдеңе. Алды. Или мороженое аласың ба? Иә, көрейік. Мороженое. Арзан тек қана үйлі отқаны ғой. Қой жоқ білет болмайды. Иә. Мынандай бірдеңе алмасаң. Иә? Иә. Осыны аласың ба? Ben ısrar etmez. Nasıl zaten bu parayı alıyor. Реклама жасайық та. Келіңіздер. Думанда деп. Еще міне мынандай заттар алсаң күшті. Найсхапқа біреуін алайық. Пиццасын ба? Қайда тіпті бар андай. Толып тұр жері шаға тұр. Алай bir şey daha bekliyorum. Nasıl geçsin? O мен ақшаны алып жатыр. Енді осыны есептеп көріңіз қанша шығар екен. Ойбай, әлі бар сияқты ғой, 1300 болды ма? О, 70 mынау қанша деп кетті? 10 теңге. 80. Әлі 1560. Саған 440 теңгеміз бар ма әлі? Ал не аламыз ал? Мықты не бар енді? Үлкен бірдеңе ала сал енді. Примерно 500 20 теңге мынау лейсті алсашы, лейсті. Қайсы ол? Астында сметана зелен деп тұрған 420 теңге. Мама? Ол 300 болды. Алай 300. Мынау 350 ма? 910 болды, 90 теңге алды. 90 теңге. Сүрмен алайық ама? Ой, алайық. Алса енді. Мынау шы, мынау қымбат па или? Қымбат 770. Оның кішкентай бар ма, жаңа лейс деген қайырды? Жоқ, кішкентай. Ал, Ахмет, не аласың енді? 90 теңге не аласың, Ахмет? Мына 90 теңге болып тұр. Сонда алсай. Бересің онда. 2000 теңге шықты. Ровно 2000 ба, міне көрсетіп қояйық. Қан, көрсетіп қойыңыз. О, ровно 2000 шықты, иә? Маразар, міне. Ровно 2000. Ешқандай артық емес, кем емес. Тең бе тең. Ал, қазір бұл санау керекпіз еще. Санауымыз керек мынаны. Бұл жерде саналайықшы. Ақшамды бере салақ. Модель болады ғой, Ахмет келген. Моды көрсететін қыздар болады ғой. Иә. Аумин, сондай болды. Ұстағыздар болады ғой. Оны балеринаға береміз деп едік қой. Лақтар кішкене бұладай. Неге беріп едік? Неге? Гимнастикаға беріп едік. Болмады ғой. Карантин болып кетті. Мына санайық Ахмет. Жоқ, Ахмет кейін деген андай сонда модель бір нәрсе. Аумин, әкел міне мен санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zat. 16 zat ediniz. Жеңетін жанымыз енді. Әлі неге ойлайсыздар достар, күн жеңді, оны бізден кейін Назымен бірге каналына кіріп көріңіздер.
Достар біз үйге келдік. Бірақ үйге алмай тұрмыз мынаны алып. Өйткені үйде әкеміз отыр, бізге ұрсады, мынаны жегізбейді әкем, мынаны жегізбейді. Мынау пайдалы емес. Мынау білесіздер ғой, енді бәрі пайдалы емес. Мынау денсаулыққа зиян деп қазір бізге ұрсады. Аларын алып үйге кіре алмай тұрмыз баняда. Соғылып, енді сіздерге видео түсіріп тұрмыз. Мынау бағана алған заттарымыз, мына ішінде барлығы. Тек мороженыйын ғана Ахмет жеп қойды, мороженыйын еріп кететін болған кейін. Бізге бұл батыл қызықты болды. Енді ойлаймын, біз жеңетін шығармыз деп. 16 зат болды ғой бізде, 16 зат. Бұл бізде бірінші рет ең көп алғанымыз. Магнумда андай қымбат, 10 теңге ма сондай ғой. Магнумда біз қымбат алатынбыз, бұндай майда іште заттар таппайтынбыз, сағыз, майда. Кішкентай заттардың өзі магнумда 150 сондай тұрады. 90 теңге тұрады, анау қазақстанский шоколад ең арзан, менің білуімше. Мынандайлар заттар қымбат тұрады. Біз мына жерден арзанға алдық, соған қуанып тұрмыз. Енді Назыммен бірге каналына өтіп, олардың видеоларын көрейік, енді қанша зат алды екен 2 теңгеге. Мен ойлаймын, енді оларда да может арзан не бар шығар. Өйткені Шымкент қаласына тұрады олар. Шымкентте тұрады ма? Шымкентте тұрады. Шымкент қаласына тұрады. Шымкент қаласында бізге қарағанда арзандау деп ойлаймын. Ал енді достар, Назыммен бірге каналына кеттік. Бірге көрейік қанша зат алғанын. Бізді қолдап комментарияға жазып кетіңіздер. Ахмет алға, давай, падам деген ұмытпаңыздар. Ал ендеше топ-топты да ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызды аяқтаймыз. Ахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.